Бүгін гарнизон офицерлер үйінде гарнизонның әскери бөлімдері мен мекемелерінің әскери қызметшілері, яғни офицерлер және келісімшарт бойынша әскери қызметшілерін жиналып, көлікті мас күйінде жүргізген адам қылмыскер атты іс-шара өткізілді. Бұл жерде күнделікті өзіміздің болып жатқан өмірдегі көлік оқиғаларын мас күйінде жүргізіп, әр қылмыстың басында ішімдік пен есірткі бірге жүретін жеткізе отырып профилактикалық шаралар жүргізілді. Бұнда енді әскери қызметшілердің алдағы уақытта бұндай келеңсіз әрекеттерге бармау мақсатында кең ауқымды профилактикалық іс-шара жүргізіліп, осы өмірде болып жатқан жол көлік оқиғаларының бейнетаспалары қоса жеткізілді.